Barchaga salom dostlar. Sizler men sport жаңалыктары. Videoni бастамас burun arnaga tirkelib, videoga like basıp kommentariy жазууду unutpаңыздар. Головкин Казакстанда жекпе-жек өткізеді. Айқас уақыты белгілі. Орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы өзінің IBF белбеуін міндетті қарсылас бразилиялық Эскива Фалкаомен жекпе-жекте Қазақстанда өткізу туралы келіссөз жүргізуді деп жазады. Бразилиялық журналист Балдинидің ақпараты бойынша Головкин Фалкаомен кездесу өткізу келіскен. Қазір чемпионның командасы Дазин стримдегі сервиспен кездесуде. Трансляция талқылауда. Кездесу наурыз айында Қазақстанда өтеді екен. Бразилиялық бақ бұл Головкиннің соңғы айқасы болуы мүмкін. Геннадий Қазақстанда өткізу ниетте екенін жазды. Промоутер Канелоның отырығын ашты. Британиялық промоутер Эдди Хирн жартылай ауыр салмақта WBI супер белбеуі үшін Бивол Рамирес айқасында отандасы жанкүйер боламын деген Саул Канело Альварестің сөзін қатысты өз ойын айтты деп хабарлайды. 5 қараша Абу-Дабиде Хилберто көктемде Канело жеңген ресейлік Дмитрий Биволмен жекпе-жекке шығады. Хирнің сөзінше, шындығына келгенде Канело Биволдың жеңгенін қалайды. Өйткені Альварес ресейлікпен қарымта өткізіп өзі жеңгісі келеді. Бұл Бивол мен Рамирес арасындағы тамаша айқас болады. Қарада да мықты. Канелоның айтуынша ол Рамирестің жеңгенін қалайды. Өйткені ол отандасы мексикалық дегенмен жүрегінің төбінде ол Биволдың жеңгенін қалайды. Дмитрий жеңіске жетсе, олар қарымта өткізе алады. Бұл осы дивизиондағы үлкен айқас. Дмитрий мен Хилберто жекпе-жегінен кейін біз Альвареспен қарымта туралы ашық айта аламыз, дейді Хирн. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең қызықты видеолар ала алдында. Баршаға сәттілік.